Қаржылық еркіндік. Сіздің ойыңызша жақсы өмір сүруіңіз үшін қанша ақша керек? Мысалы, өзіңіз қалаған затты сатып алу үшін, саналы түрде. Анда-санда кафе-ресторандарға барып тұру үшін, Таиландқа барып демалу үшін. Айына $10,000 қажеттелік. Сіз үшін бұл үлкен сома ма? Сіз өзіңізді осы сома сізде бар сияқты сезінуіңіз қажет. Осындай өмірге лайық екеніңізді сенуіңіз қажет. Өз қабілеттеріңізден күмәнданбауыңыз керек. Өзімді осылай ұстасам, бай болып кетпеймін деуіңіз мүмкін. Бірақ мен, егер өзіңізге сенсеңіз, боласыз деймін. Сіз дәл сондай көңіл күй туғызуыңыз керек. Ал енді $10,000-ды 150-ге көбейтіп, $1,5 миллион алайық. Бұл сома үлкен емес. Егер сізде жақсы пәтер болса, немесе сіз мирасқор ретінде үлкен үй алсаңыз, сіз байсыз. Мысалы, 90-шы жылдардың басында жылжымайтын мүлік $5-7 мың тұрды. Көлігіңді сатып пәтер алуға болатын. Қазіргі кезде сіздің 2-3 үлкен пәтеріңіз болса, сіз миллионерсіз. Өмір жақсарады. Көп ақша табудың жолдары пайда болды. Бай болу мүмкіндігі қазір барлығында бар. Сондықтан жайсыз жағдайға, нашар конъюнктураға, жоғары салық пен әлемдік дағдарысқа сілтеп шағымданудың қажеті жоқ. Барлығы өзіңізге байланысты екендігін есіңізден шығармаңыз. Жоғарыда аталған соманы жинақтаған кезде сіз қаржылық еркіндікке ие боласыз. Ол дегеніміз, бұл соманы банкке 8% жылдық мөлшерлесімен салу негізінде сіз жылына $120 мың пайда түсіресіз. Оны 12 айға бөлсеңіз, ай сайын $10 мың таза табысқа жетіп, өз болашағыңыз туралы уайымдамауға қол жеткізесіз. Сіз ақша емес, ақша сізге жұмыс істейтін болады. Көп адамдар осылай жасайды. Неліктен сізге бай әрі ауқатты адамдардың қатарына қосылмасқа? Сізде барлығы жақсы болады. Сіз басқа адамға айналып, өзіңізді бай адам ретінде сезінесіз және бұлай ойлайтын боласыз. Мен бай адаммын, еркінмін, бейқаммын. Мен енді ақша жайлы ойламасам да болады. Мен енді өзімді жеңіл сезінемін. Сіз осындай дәулеттілікке 5-7 жыл ішінде жете аласыз. Егер сіздің жүрегіңіз бен санаңыз бір бағытта жүрсе, егер сіз өзіңіз сізді жақсы көретін жақындарыңыз үшін күресуге дайын болсаңыз, бұны шындыққа айналдыру оңай. Бұл жағдай орын алғанда сіз өзіңізді сенімді сезінесіз және жаныңыз рахаттанады. Мынадай күлдіргі әңгіме бар. Бір жүргізуші бай жолаушыны үйіне жеткізеді. Жеткен кезде әлгі адам жүргізушіден қанша ақша беруім керек деп сұрайды. Жүргізуші $100 деп жауап береді. Жолаушы таңданып, сондай қымбат па? деп сұрайды. Сонда жүргізуші кеше оның ұлын алып келгендігін және ол $200 бергендігін айтады. Оған жолаушы былай дейді: «Иә, мен түсінемін, бірақ оның әкесі миллионер, ал мен жетіммін». Бай адамдар ақшаның не екенін, оның қалай табылатынын және оны қалай жұмсау қажеттілігін біледі. Ғалымдар зерттеу жүргізген. 4 маймылды алып, торға отырғызып, жоғары жақтарына банан іліп қояды. Маймылдардың қарындары ашып, бананды алу үшін жоғары секіргенде, олардың үстінен суық су құйып отырады. Біраз уақыттан соң олардың барлығы қайтадан алғылары келіп секіреді. Оларды тағы да сумен шаяды. Осылай бірнеше рет қайталанады. Кейіннен маймылдар бананға тек қарап отырады. Секіріп алуға қорқатын жағдай туындайды. Кейіннен торға жаңа маймылды отырғызады. Ол ештеңені білмей, бананды алуға тырысқысы келеді. Ал басқа маймылдар оған кедергі жасап, тіпті ұрып тастайды. Біраз уақыттан кейін торға тағы бір маймылды қосады. Ол да бананды алғысы келеді, бірақ оны да тоқтатып ұрып тастайды.
Торға түскен барлық маймылдарға осылай жасайды. Бұл жағдай маймылдар саны 12-ге жеткенше жалғаса берді. Содан соң ғалымдар өз тәжірибесі негізінде су жайлы білетін алғашқы 4 маймылды және солар тәрбиелеген кейінгі 4 маймылды тордан шығарып тастайды. Тек соңынан салынған маймылдарды ғана қалдырады және осыдан кейін торға жаңа маймылдарды қоса бастайды. Олар маймылдардың өздерін басқаша ұстайтынына сенеді, алайда бастапқы сценарий қайталана береді. Бұрыннан отырғызылған маймылдар жаңа маймылдарды бананды алуға тырысқандары үшін ұра береді. Енді оны суға шайылып көрмеген маймылдар да қайталайды. Оларда банандарға тиісуге болмайды деген қатаң ой қалыптасады. Олар тыйымның себебін білмесе де банан алу үшін ұмтылғандарды жазалай берді. Осындай стереотиптер адамдар өмірінде де кездеседі. Сіз бірдеңеге қол жеткізгіңіз келсе, сізге міндетті түрде кедергі жасайтындар табылады. Себебі бұл жасалуы тиіс нәрсе. Сізді қоршаған адамдардың естіген жағымсыз ақпараты немесе біреудің жағымсыз тәжірибесі оған себеп болуы мүмкін. Адамдар жағымсыз көп заттар айтады. Райыңыздан қайырғысы келеді. Оның мүмкін еместігіне сендіруге тырысады. Өзіңізді қолға алыңыз, өзіңізге сеніңіз және ешкімнің сөзіне ермеңіз.